егер сізге әлеуметтік желіге бір хат келетін болса, менің жақыныма дауыс бер, тағысын тағы. Кейде болады, жақын досың болғаннан кейін ойланбастан сен сілтемеге кіріп кету мүмкін да. Бірақ мысалы осы бұрыннан келе жатқан схема, бірақ әлі күнге шейін жұмыс жасайды. Адам сілтемеге өтеді, ол жақта дауыс беру үшін сен өзінің жаңағы әлеуметтік желідегі нөміріңді жазу керек. Нөміріңді жазасын, сосын саған сол әлеуметтік желіге код келеді. Ол кодта жазылып тұр, ешкімге айтпаңыз деп үлкен әріптермен. Бірақ біз дауыс беру үшін оған мән бермейміз. Осы кодты жазады адам, болды. Бұл біз алаяқтарға өзіміздің әлеуметтік желілерімізді өзіміз беріп қойдық деген сөз. Олар тіпті ештеңе іздеген де жоқ, ол тек сілтемені жіберді, ары қарай өзіңіз барлығын жасап бердіңіз. Кейде көп илей бермейтін дүниенің бір құпия сөз. Ол сенімді болуға тиіс. Кибер қауіпсіздіктің ең негізгі қорғаныс құралы осы. Brute force және фишинг секілді шабуылдар кең таралған уақытта жеке деректерге сақтықпен қараған жөн. Жасырған сөз жеңіл болса, оны жылдам анықтауға болады. Қанша жыл өтпесін, кибергигиена шарттары өзгермейді. Біз енді көптен бері айтамыз, құпия сөздер. Расында бірінші құпия сөздер. Өйткені бізде бір құпия сөз бірнеше әлеуметтік желіде, корпоративтік поштада, яғни бүкіл ресурстарда бір ғана құпия сөз қолданады. Өйткені біз ойлаймыз, қалай мен оның барлығын жаттаймын деп. Әрбір ресурсқа бізде бөлек құпия сөз болу қажет.